арнайы шырайлы шым қаладан келген профессиям ол жаңағы графический дизайнер болған. бизнеске келу үшін сізде бірнеше рет осындай Кризис болды, кәсібіміз банкрот болды, санын жоғалтып алғам, қанша рет қадалғаным. Неге именно әлеуметтік желіні жүргізу керек деген идея келді? Тұрасың, кіріп аласың, өйтесің, жаурап, неприятно. Соның бәрі маған триггерить ететін еді да. Вот әдемі жерге келдік. Репутациясын полностью бұзып, болды уже жабу керек деген жарты жылдың өзі былайша кетті. Минус 13 миллион. Ол уже примерно соған жақындап қалған. Сол кезде жаңағы 23-ші жылдың соңы ғой. Яғни сіз 4 жыл бойы тек 10-ақ мың подписчик жинадыңыз. Ең бірінші анау нелерді, контенттерді көрсеңіз, дорогие друзья, добрый вечер деген телевидение. Жасымыз 35-ке келді. Әлі ондай проекттер бар ше, қадалып жатыр. Ол любой кәсіпкердің өмірінде ол тоқтамайтын дүние ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube-тың оқырмандары. Өте қуаныштымыз. Мінекей кезекті бізде подкаст арнайы бүгін ерекше қонақ, арнайы шырайлы шым қаладан келген, әсіресе мына көлік саласындағы BMW-ге қызығатын әсіресе аудитория бүгін сіздер риза боласыздар. Себебі бізде қонақта Сержан Құмарбек. Ассалаумағалейкум, Зәке. Алейкум ассалам. Қош келдіңіз, рахмет. Уақытыңыз бөліп келіп, әрең ұстадық. Негізі Сержан мырза екеуміз подкастты біраз болды, жылдың басында бір жазамыз дедік, иә? Көктемнен бері келатыр ғой. Көктемнен бері ән жазамыз, міне жазамыз. Бұл содан кейін алды да Европаға ма неге басып кеттіңіздер, сол Түркияға қарай, машиналарыңызбен бірге. Содан кейін сәкең ұстай алмай қалдық. Қош келдіңіз, рахмет, өте қуаныштымын. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Енді сіздей тұлғаларды қазір көтеріліп келе жатқан, өсіп келе жатқан тұлғаларды шақыру өзім білгім келді. Шынымен сәкең жалпы қайдан бастады, не істейді? Енді бәріміз мен білетін бір-ақ нәрсе бар да, бірнеше ғана. Ол сәкең Шымкенттің жігіті, бірінші. Екіншісі BMW бойынша жақсы түсінеді. Қазір өйтеуір өзі нөлден көтеріліп келе жатқан кәсіпкер, машина, детейлинг, жаңа ремонт, сондай салалар бойынша осындай. Және әйтеуір лоу-козетпен білеміз да, жаңағы шоуларыңыздың несінші, сол нәрсе бойынша. Жалпы өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, сәке. Неден, қай жылғы, қай жақтан, Шымкенттің өзінен ба, қай жерден туылдыңыз? Мен өзім Шымкентте туылған, бірақ жаңағы ауылымыз Тараз. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. Біздің атамыз соқта туылған, кейін жаңағы Шымкентке жұмыс бабымен келген, оқуды бітіргеннен кейін. И уже біз екінші поколениеда әкеміз, мен уже біз қалада Шымкентте туылғанбыз. Қаланың өзіне туып өскенбіз. Қай жер оқыдыңыз? Өзінде? Я Шымкенттің өзінде оқыдық. Өзінің технологический университеті бар, Шымкенттің номер 1 государственный. Соны бітірдік. Одан кейін Алматыға келдік, Алматыда жұмыс істедік. Негізімен ең бірінші өзімнің жаңағы освоить еткен салам, профессиям ол жаңағы графический дизайнер болған. Жаңағы университетте оқимыз, жаңағы ойнап жүріп, жаңағы программист саласын, программист оқыдым да, программистке оқыған соң, компьютер постоянно қол астымызда, жаңағы Photoshop, CorelDRAW деген программалармен ойнап, бір-бірле жаңағы істеп, не істеп жүріп соларды түртіп көріп па? Иә, түртіп жүріп үйреніп алдық. Студентпіз, екінші курстан ба оқимын. Білетіндей ақша жоқ, как всегда. Ол кезде сіз Шымкентте оқып жатсыз, просто Алматыға жұмыс жасау келдіңіз же? Жоқ, мен Шымкентті бітірдім. Шымкентте оқып жүрмін, сол жақта тұрамын. Шымкенттің өзінде жаңағы жұмысқа кіріп кеттік. Ақша болмаған. Енді студентсің, жүргің келеді, не істегің келеді. Андай студенттік, андай ғой, сен уже кішкентай бала емессің, әке-шешеңнен ақша сұрайтын. И әлі үлкен емессің, что нормально ақша зарабатывать еден. Сондықтан сәл жүргің келеді, балдардан қалғың келмейді. Сонымен бардық, обедке дейін университетте оқимын, обедтен кейін жарты ставкаға рекламный агентствоға дизайнер болып жұмысқа кірдім. Сөйтіп жаңа графический дизайнды освоить етіп алдық. Сонымен жаңа 3 жылма жұмыс істедім. Оқуды бітіргенше. Оқуды бітірген соң Алматыға, дипломдаған соң Алматыға қыдырып келіп қалдым. Үш жерде бір досым, менің ағам рекламный агентствосы бар, жүрсей сөйлесейік деді. Бардық, сөйлестік. Мен портфолиомды көрсеттім, не істей алатынымды көрсеттім. Болды, керексің деді. Қазір келем дедім. Шымкентке барып заттарымды жинадым да, келдім де Алматыға көшіп кете салдым. Бұяқта 4-5 жылдай тұрдық Алматыда, сол 2011-ден 2015-ке дейін. Соңында рекламный агентство аштық, балдармен ортақ. Бірақ енді ол жылдар такой бір какой-то достигаторский бір результатқа істеп жүрген жылдар емес екен. Кейін уже анализден түсіндім, ол кезде жаңа скорее всего сәл өмірдің не екенін түсіну, білу, өзіңді іздеу. Иә, өзіңді іздеу, жаңағы басқа қалаға кетіп қалдың.
3-4 жыл жаңағы үлкен үйден әке шешеңнен сепарироваться ету, басқа жаңағы адамдарды, басқа салаларды, киноның саласында істеп көрдім, әртүрлі салаларды көрдім. Жаңағы ойда біз дизайнер болған соң достарым айтады, біз мынандай осындай проект істеп жатырмыз, осының полный рекламный сопровождениесін өзіңе ал дейді. Торговый центрлермен жұмыс істедік, жаңағы сыртындағы баннерлар бар, флагтар бар. В общем, бірақ қандай бір какой-то финансовый мықты результатқа келген жоқпыз. Бірақ әйтеуір жүріп тұрсымызға жетеді, Аллаға шүкір. Не істедік, өмір сүрдік. Бірақ мықты бір школа болды. Алматы өзі андай қала ғой, бұяқта жүрсең жүре бересің. Кешке жассың, кешке планың жоқ, просто жаңа киіміңді киіп алып, машинаңа отырып үйден шығып кет, ары қарай уже қаланың ритмі сені тартып кетеді, ары қарай бір азанда қаяқта жүргеніңді примерно осындай болып кетті ма деп қаласың. Сөйтіп бір жаңағы жастық шақтың, өмірдің бір қызықтарын үлкен қасықпен жеген периодымыз ғой, короче, есте қалатындай. Одан кейін 2015-те Шымкентке қайтып келдік. Жаңа біз атаның апаның қолында өскен баламын. Біздің әкеміз басқа балалармен, осы жер қызық. әкеміз басқа жаңа 4 ағайындымыз, 3 ағайынмен әкеміз жаңа бөлек тұрады. Ол кезде атамыз апамыз уже жаңағы 25-ке келіп қалды, жасың үйленсей, туда-сюда үй болсай деген, жаңа енді немере сүйгісі келеді, шөбере сүйгісі келеді. Сөйтіп примерно Алматыдағы өмірім, жаңа өзіңіз ойлап көріңізші, жасың 25-те двухкомнатный квартирада тұрасың, астыңда машинаң бар, қалтаңда 1-2 тиының бар. Жаңағы сол дизайнер болып жүріп алған машинаңыз? Иә. Қандай, BMW емес пе? Жоқ, ол кезде ВАЗ-21-14. Ол кезде олар анау хит болып жатыр еді ғой. Ол кезде салоннан шығады, жаңа заводтан шығады. Ол кезде соны новый алғанбыз. Сөйтемін да, бүйтіп Алматыдағы распорядок дня, өзің өміріңе, қасындағы окружениеңа, ортаңа қарасаң, бұл чисто жаңағыдай өмірдің қызығын көру орта болып тұр ғой. Жоқ, бұяқтың институт, семейный институт ұнамады маған Алматының. Үйленетін болсақ, бір тамыр жіберетін болсақ, оңтүстікке барайық. Сояқтың жаңа семейный институт бізге жақын. Еще енді оңтүстікте бізде кішкентай кезімізден қыз алсаң өзіміздің жақтың қызын ал деген. Иә. Сразу тәрбиедегі кодта жатады. Иә, енді біз атаның апаның қолында тәрбиеленген соң біздікі максимально консервативный тәрбие, именно по отношению семья, жанұя, жаңағы не істе, максимально консервативный. Иә, сәл сол кездегі көзқарасымыз современный, чуть-чуть жаңағы раскрепощенный деуге болады. Современный неге заманауи талғамға сай бір көрінгенімен, бірақ іштегі жаңағы жастық жақтағы воспитание бар ғой. Сөйтіп келген кезде, уже тақалған кезде жоқ, біз жаңағыдай современный семейный отношенияны өзімді сол отношенияда көрмейді екенмін дедім да. Алматылықтар қалдырайық оны дедіңіз. Иә, сіздер өздеріңізбен өздеріңіз жаңағы равноправие, феминизм солардың бәрі өздеріңізге қалдырайық деп Шымкентке қайттық. 25 жасыңызда қайтып кеттіңіз? Қайттым. Сөйтіп оқта уже сәл кәсіпте жүрдік, кейін кризис болды, кәсібіміз банкрот болды, айлыққа жұмысқа тұрдық, үйттік. В общем, такой 26-27-ге дейін андай больше период өз-өзіңді іздеу, анау салада бір көру, мынау салада бір көру. Жаңағы бірақ дизайн ол андай болды. Білесіз ба, анау еврейдің балдарын всегда кішкентай кезінде скрипка ойнауға үйретіп қоятын. Сол притчаны білесіз ба? Кішкентай кезінде скрипка ойнауға үйретіп қояды кішкентай болған еврейлер. Өйткені жаңа холокост болады, басқа болады, анау болады, олар білмейді да ертеңгі күні қаяқтан гонение келетін. Сол кезде жаңағы әке-шешесі жоқ болып, кішкентай бала бір жаққа кетсе қолына скрипкасын ұстатқызып жібереді. Басқа материкке, басқа елге кетіп қалған кезде хотя бы подземный переходқа тұрып скрипка ойнап тамағына ақша табады деген сондай олардың өздерінің сондай философиясы бар. Жаңағы менің графический дизайн сол менің скрипкам болды. Жаңа кәсіпке кірем, барам, сәл болады, қателесесің, құлайсың, мороженое будка істеп көрдік, тойларға баннер қойдық, анау ше, фотозона қойдық, не істемедік, әртүрлі нәрселер істедік ше. Товар саттық, машинаның запчастьін саттық. Барасың, банкрот боласың, қадаласың,
жоқ болып тұрған кезде объявлениені ашасың да яғни кіріп кетесің. бизнеске келу үшін сізде бірнеше рет осындай болды. ой мен санын жоғалтып алғанмын қанша Яғни- рет қадалғаным. яғни анау біріншіден сразу бизнесің жүріп кетеді деген әңгіме болады дейсіз ғой. ол мен сізге больше айтайын, одан да көп айтайын. Қазір жасымыз 35-ке келді, әлі ондай проекттер бар ше, қадалып жатқан. Ол любой кәсіпкердің өмірінде ол тоқтамайтын дүние ғой. Біз анау барлығы біріншісінен сразу миллион табатын, біріншісінен сразу ататын жоба жасақсы келеді. Ондай жоқ. Созып жүріп алады көбісі деймін да. Сіз уже сразу сол уақыттан бастап проба ошибок көріп қайсы анаусы мынаусы. Сондайынан бірден көреміз, жаңағы барасың, кіресің, қадаласың, сонымен жаңағы қайттан скрипкама келіп қарыздарың болады, не істейді, жай шкафында жазсын, скрипкаңды алып шаңын сүртіп жұмысқа кіріп аласың. 1-2 ай өз-өзіңе келгенше айлық бар, барып тұрасың, оны білем, істей алам. Сөйтем да пока ана жақта жұмыс істеп жүрген кезде интернет шұқыбайсың, анау тема бар, сөйтіп келесің да, болды, мен жаңа қарыздарым жаптым, жараларым жазылды, кеттік қайтан в бой сөйтіп жүріп, соңында неге кірдік? Бір ағамыз бар, ағамызға үлкен рахмет, Руслан деген ағамыз бар. Үлкен завод, холдинг, Берденов емес пе? Металлургияда, жоқ, Берденов емес. Руслан ағамыз сияқты бәрі ойлауы мүмкін да. Жоқ, ол ағамыз емес, басқа ағамыз бар. Ол ағамыз анда неде информационный поледе жоқ, оның Инстаграм парақшасы да жоқ, ТикТокі да жоқ, ештеңке жоқ ағам. Соның соңғы қолына заводқа жұмысқа кірдік. Бұған дейін тек қана жаңағы амбиции болған болатын болса, бұл жерде бұл заводта 4 жыл, 5 жылда жұмыс істедім. Завод маған прям практически школаны берді. Анаяқтағы амбицияларымды, сенің амбицияң бар, бірақ инструменттерің жоқ, бір мощный бір нәрсе істегің келеді, бірақ соны кірген кезде қалай істелінетінін білмейсің да, и құлап қала бересің. Бұяққа келген кезде үлкен завод, полный холдингтің бәрінде по-моему 1,5 мың адамға жуық по-моему жұмыс істейді, 4-5 завод ішінде. Сол жерге кірдік, карьерный ростпен өстік. Жаңа ағамыздың қасында жүрдік. Ішінде қандай мықты қасқыр кісілер бар, 90-шы жылдан бері жаңа сол металдың несінде жүрген. Металдың бизнесі өте жесткий бизнес. Өте андай қатал бизнес, ол жерде қасқыр болмасаң жеп қояды. Ақшамен ұшып кету өте оңай. Сол қасқыр кісілердің қасында 4-5 жыл жүрдік. Басында помощник снабженца болып кірдік. Снабженец болдық. Кейін кішкентай ол қазір үлкен завод болып кетті, ол кезде енді ашылған еді. Кішкентай алюминиевый заводтың замына дейін өстік. Одан кейін уақыттан алды ең үлкен жаңағы именно қара темір переработатын үлкен завод ол жерге алып кетті бізді. Универсал едік, короче. Біз андай адам едік, мынау задача бар, мына жер құлдырап жатыр, осы жерге кір, осы жерін реттеу керек. Келдік, короче, заводты соғып, основной цехтарын соққанда қасындағы инфраструктурасы қалған, жаңа строительный компания уже шығып кеткен. Мынаны өзіміздің күшімізбен соғып аламыз деген келді, мен давай вот строительствоны алып кет деді. Общежитие, балдардың столовый, жаңа тротуар, мынаны енді жаңа ағаш егу, соның бәрінен басталды. Кейін ішке цехқа кірдік, производствоға тартты. Помощник технолога болып жүрдік. В общем, соңында начальник цеха болдық. Директор по производствуға дейін бардым, Аллаға шүкір. И такой үлкен 500 адам штатта жұмыс істейтін, біздің именно производствода, біздің қолымызда 500 адам істеді, 150 адамнан 3 смена, 450 адам, 50 адам постоянно жүретін адам. Соның начальник смены болдық. В общем, сөйтіп, жаңағы металлургический заводты 4 жыл. 30 жасқа дейін примерно. 28-29-дарма дейін ғой деймін. Сол жастарға дейін. Жаңағы үлкен металлургический производствоны аяққа қойдым демеймін, әрине. Бірақ қасымда қандай мықты кісілер болды, бәрін. Солардың арасында әртүрлі сол командада жүріп күшті школа алдым. Ол жерде біздің должностьта выходной деген понятие жоқ. Суббота-воскресенье қызық емес. Суббота-воскресенье келеді, сен нервничать етіп бастайсың. Өйткені сен жұмыс істегің келеді, сенің задачаларың бар,
сторонний контрагенттердің бәрі мемлекеттің учреждение бәрі дем алып жатады. И сен тірліктерің тоқтап қалады. Понедельникті күту керек, соған нервничать. Выходной жоқ, режим единственный. Демалыс жек көреміз. Иә, единственный жаңа условия азанғы саат 8-де заводта болу керексің. Болды, ары қарай қаншада қайтасың, қызық емес. Сөйтіп сол режимде отпуск деген атымен жоқ. Сол режимде сол жаңа 4-5 жыл жұмыс істедік, әбден соған үйреніп қалдық. И уже сонымен жаңағы Рахеңе рахметін айтып, біз ары қарай өсейік деп, соқтан шығып ары қарай уже отдельно өзіміз кәсіпке кеттік қой. 2019-да шықтым оқтан мен. 2016, 17, 18, 19, 4 жыл жұмыс істеппін ғой. 19-да шықтым. И кәсіпке кеттік. И сол жаңағы алдыңғы өзіміздің амбициямыз бар, желаниямыз бар. Мынау жабылмаған гештальт бар ғой. Иә. Орындау керек еді әлі деген. Бірдеңе істеу керек еді өзіңдікі. Иә, сол жабылмай кеткен сол бар. И жаңағы үлкен заводтың мықты школасы бар. Сонымен бияқа келдік. Аллаға шүкір. Жаман емес. Қазіргі таңда 4 направлениямыз бар. Автосервис бар, детейлинг бар, Аллаға шүкір. Өздеріңізбен жаңа Шоянг баллонның жаңа дистрибуциясы бар Шымкент қаласында. И автосалонымыз бар. И постоянный операционкасы бар, такой андай бизнестер, который фундаментальный, күнделікті жұмыс істеліп тұрған бизнестер. Одан бөлек әрине жаңағы біздің ең үлкен, ең уақытымыз бен энергиямыздың бәрін алатын основной біздің жұмыс ол контент қой. Контентмен 70% уақытым, энергиям, ақшам, мынаяқтан тапқанның бәрі осы жерге кетеді. Вот әдемі жерге келдік. Енді қызық несі бойынша. Жалпы енді сіз жаңа өзіңіз шықтыңыз, өз бизнесіңіз бастадыңыз сол уақыттан бастап. Неге именно әлеуметтік желіні жүргізу керек деген идея келді? Қай уақыттан бастап? Ол да определенный бір боль ғой, определенный бір боль. Біз 19-шы жылы шықтық, жаңа досым екеуміз заводтан шықтық та, екеуміз партнер болдық. Сөйттік та, біз детейлинг ашатын ойымыз бар еді сол кезде. Өйткені мен машинаны жақсы көремін. Заводта жұмыс істеп жүргеннің өзінде біз параллельно машина алып сатып жүрдік та. Детейлинг ашқымыз келді. В общем, автосалаға кіргіміз келді. Былай ойланып, в общем, какой-то определенный умозаключенияның соңында, короче, автосервис ашатын болдық. Жаңағы біздің, мен өз заводта жұмыс істеймін, заводта қаланың сыртында, и мен параллельно жаңа алып сататқан машиналарым бар. Машина сатып аласың да, сен по-любому бір жерін жөндейсің, бір жерін бояйсың, бір жерін не істеп дайындайсың ғой енді сатып алуға. Сол кезде қалада бір автосервиске тастап кетемін, маған ходовкасын жөндеп бер деймін. Өзім қаланың сыртында жүрген кезде заводчик звондайды маған, осындай салимблок әкеп бер, осындай колодка әкеп бер, ауыстыру керек. И сен қаладан, ана сырттан қаланың ішіне келіп, бұның сервисінен жаңағы запчастьтардың образецтерін алып, базарға барып, оны сатып алып келіп беріп кетіп, уже заводқа қайтып келеткен кезде мынау келмей қалды, басқасын алып кел деп сондай. И сол мен анау прям қатты не істейтін тұғын ше, напрягать ететін тұғын. И жаңағы автосервис келген кезде мен жаңағы ойладым, сол кездегі мен потребностім еді да, что мен келдім, кілтті тастадым, кеттім, жұмыстарымды істеп жатырмын. Мен оданша жаңа үстінен сәл қосып бере салайын. Анау автосервис барып базардан или скваттан запчастьін сатып алсын да, үстінен өзінің маржасын қойсын да, маған сатсын. Бірақ ол мен жаңағы ары бері жүрген, сол үстінен қосып бере салайын деген желаниям бар еді. Анау мен обслуживать ететін автосервисті үйретіп қойдым. Макс деген жігіт, әлі күнге дейін аразымыз, Макс, ты сам купи, я тебе потом деньги дам деймін. Вот дейді, то өзі барып келеді, не істейді. И сол жаңағы барсаң, күн суық, қысты күні жаңағы автосервис, классический автосервис көзіңіздің алдыңызға елесеңіз, ол жердің бәрі май, іші суық, отопление жоқ, тар. Сен жаңағы анау адамдармен жолығатын, жұмыстағы таза киіміңмен келесің, тұрасың, кіріп аласың, өйтесің, жаурап, неприятно. Соның бәрі маған триггерить ететін еді да. Ақтан шыққан кезде, сервис ашқан кезде, уже біз машина жөндеуге емес, ненің бәрі, көңілдің бәрі машинаның жөндеуінде емес, көңілдің бәрі саған ақша кім береді, машинаның егесі береді, көңілдің бәрін адам жаңағы клиенттің жағдайын жасаймыз. Адамға тураватыға. Шымкентте ол кезде бір көп емес ондайлар, бір 2-3 бар шығар, бірақ оқтады типа.
мына диван бар, мына телевизор бар, осы жерде отырың деп сондай бір условный комната ожидания қойып қойған да. А біз прям офис, менеджер, жаңағы CRM системамен автосервиске уже жаңағы үлкен заводтағы біздің үйреніп қалған көрген нәрсе. немізбен кірдік та, 5S оқығанбыз заводта, біз кайдзен оқығанбыз, жаңағы анау бәрін күнделікті істеп жүрген нәрсемізбен кішкентай цехқа кірдік. Сөйттік, жаңағы кожаный диван, Wi-Fi, туда-сюда, отопление, бәрін істедік та. Қазір атамыз бұндай Шымкентте жоқ деп отқан кезде, короче, реальностьпен соғыстық қой. Оказывается, Шымкентте тек қана демпинг қой. Саған келеді, мысалы, бәріміз білетін, жаңағы колодка ауыстыру. Қанша болады? 5000 теңге болса. Қазір шығам, мына жақта там гараж бар, 2000 теңгеге ауыстырып береді дейді, кетіп қалады. А сенде штат, сенде менеджер отыр, сенде офис, оның бәрі оккупация етілу керек қой. Бизнес деген благотворительность емес қой. В первую очередь ақша зарабатывать етемін деп барасың ғой. Сөйтеді да жұрттар кетіп қалды, сөйтсем мына диван, жаңағы не көп адамға керек емес екен ғой. Пока оны біздің адамдар жаңағы именно өзіміздің аудиторияны табамыз дегенше, пока өзіміздің клиенттер келем дегенше, жаңағы бұған жоқ адамдарды үйретіп осы уровень комфортаға алып келеміз дегенше 2 жылдай уақыт өтті. Кішкентай автосервис. Енді автосервис шыны керек бизнес формат ретінде маржинальность өте аз не ғой, бизнес қой. И операционный моменттері, клиенттердің возражениясы өте көп. Өте мелочтар көп, өте қиын бизнес. Бірақ енді біз өзіміз жаңа көлікке қызыққан соң, жақсы көрген соң, сол біздің өзіміздің ішіміздегі топливо болды да, жүре бердік қой, короче. И жаңағы анау қиын қыстау заманда сынбау керек деген не болса да, түбінде бір нәрсеге жетеміз деп. Өйткені бастағансың соңына шейін апар. Заводтан шығып жатқанда менде Camry 50 бар еді. Жаңағы перекупщикімен келіп қалған. И өзімнің жүретін BMW тройкам бар еді. Сол екеуі сатылған, мыняқа кірілген, короче. Машина жоқ. Машина жоқ. Үйдегі атамыздың машинасы бар. Бере тұрыңызшы деп. Ары берге сонымен жүреміз. 2 жылдан кейін уже 2 жыл өттік. Такой аптасына ғой цикл. Бір апта сен жаңа бір апта жұмыс істейсің, аптаның соңында понедельник күні выходной, воскресенье күні кешке запчастьтардың ақшасын бересің, балдардың айлығын таратасың, арендаңның кусогын не істеп қоясың да, и соңында саған не қалады, сол сенің жаңағы табысың. Не сезон кездерінде аптасына 15 000 теңгемен қайтасың. Біз жа үлкен заводта жұмыс істегенбіз, айлығы жақсы, ол жерде әйтеуір. Біз ойламайсың, айлық кім не істейді, продажаны кім не істейді. Сондай комфорттың уровеніне сондайға үйреніп қалған адамға қиын да, жаңа аптасына 10 000 теңге, 15 000 теңге. Үйде ол кезде бірінші балам туылған, әйелім звондайды, памперс керек дейді, есімде Huggies ультрасофт деген, Huggies ультрасофт. Анау пачкасы бар омаге 16 400 теңге тұрады ше. 16 400 теңге тұрады. Мен 15 000 теңгемен шығамын жұмыстан. Анау не алып кел дейді, памперс алып кел дейді. Именно сол ультрасофтын алып келді. Ол ең қымбат арасындағы, короче. Элитсофт деген ғой. Элитсофт. Аптекаға кіремін де, сол ана қазірге дейін жаңағы памперсті көрсем бір не істеймін ше. 15-16 теңгесіне түсе беремін. Ана бүйтіп кіресің, сенің алдында бір апта бір біле қылып өмір сүру керек, сен қалды асылан мына 16 400 теңге тұратын алып алсын ше. Сөйтем сол ана штучный 3 штук, 5 штуктан тасимын ғой, осын бір біле қылып отыршы деп ше. Сөйтіп 2 жылдан кейін более-менее бола бастады. Ровно 2 жыл отырдық қой, короче. Балдар кетіп қалады. Ана ол жерде сен процентке жұмыс істегеннен кейін балдар қарайды да, оларға какая разница. Жұмыс жоқ, машина жоқ. Неғылған бияқта отырып дейді да, басқа уже клиенттер бар, автосервиске кетіп қалады. Барымен етіп шықтық. И ол бар, клиенттің жоқтығы ғой сол кезде ше, клиентке жоқ. Бүйтіп қарасаң цехта бірақ подъемниктің үстінде бір машина тұрады. Сол бір қатынес. 2 жылдан кейін более-менее болды. Кейін уже сәл алып кеттік. Кейін тағы да бір кейін ресторанға кірдім. Ресторанға кірдім. Ол жерде жаңағы
ресторан бизнесі бір күшті болып көрінді сізге, иә, көп табыс табуға болады ау. Өйткені көресің, анау ресторанның егесін көресің, Range Rover мініп алған. Мына ресторанды кім көресің, там BMW мініп алған. Ақшалары бар, оқты ақшасы бар. Қалай примерно математиканы салфеткаға бизнес план жазып көрсең, ой, бір жылдан кейін үй аласың, машина аласың, короче, жылына бір рет за границу барасың деген перспективаларды көрдік та, алдық та. Короче, ол кезде уже мен E60 BMW сатып алып қойған тұғым. Ол жаңа пятерка 2004-2005 жылғы машина. Соған уже жайлап жинап сол машина сатып. Соны сатам, қасымдағы анау сервистегі досым, партнерінің долясын сатып аламын. Сервис уже көбірек пакеті менікі бола бастайды. Үстінен қалғанға мен арзанырақ машина алайын деп тұрдым да, болмайды, короче. Сонымен алдым да, жаңағы одан бөлек жинаған ақшаларым бар еді. Ресторанға кіріп кеттік. Ровно 7 айдан кейін ресторанға тығып тастаған бір 25-30 миллион ақша кетті. Мен санап көрмеген ойынша, по ощущениям бір 20 мен 30 миллионның арасында ақша тығылып кетті. И на выходе 13 миллион қарызбен шығып бара жатырмын рестораннан. Пока сен ресторанды қойып жүргенше, мына жерде автосервисің уже шашылып қалған. Ана жер сонша жаңағы 2-3 жылдан бері жаңағы трепетно бітеп жинап келген автосервисің, ол жердің жаңағы обороткасының бәрін суырып мына жаққа тығып тастағансың. Ол жерге көңіл аудармағаннан кейін ол жер шашылып жатыр. Автосервистің ең үлкен проблемасы, сенде всегда недовольный клиенттер болады. Всегда. Қандай керемет автосервис болмасаң да, всегда недовольный клиенттер болады. Единственный сен тырысып істей аласың, сол недовольный клиенттердің процентный соотношениесі аз момент ұстап тұра аласың. Сәл көңіл аудармай қойдың ба, болды, кетеді да. Ал процент өскен сайын, көп уақыт жұмыс істеген сайын, там автосервиске жарты жылдың өзі жеткілікті, чтобы репутациясын полностью бұзып, болды уже жабу керек деген. Жарты жылдың өзі былай жеткілікті. Сол үшін қиын, не? Ол уже примерно соған жақындап қалған. Сол кезде жаңағы 23 жылдың соңы ғой. 23 жылдың соңы. Минус 13 миллион. Минус 13 миллион. Тераватқан автосервис. Иә, Аллаға шүкір, қазір енді 13 миллион. Аллаға шүкір, бұл қазіргі уровеньде бір үлкен ақша емес шығар енді. Жаңағы, бірақ ол кезде прям енді бастап атқан кәсіп өрісінде 13 миллионның өзі. Колоссальный ақша ол кезде, иә. Сен жаңағы ап келіп атқан ақшаң автосервистің бұл 13 миллионды өзіңе бір тиын алмай жауып отырсаң да, бір кемінде жарты жыл жабады. Жарты жыл сен тамақ жеу керексің, өмір сүру керексің, элит софты бар жаңағы ше. Сөйтіп шығам да, и жаңағы отырам. И ойлаймын ғой, короче, 24-ші жыл, менде жаңағы нем бар өзім. Әр жылға бір какой-то план істеу керек. Әр жыл бір какой-то плюспен шығу керексің. Плюс бизнес, там, плюс доля, плюс проект. Вот, каждый год. Одно и то же 2 жыл қайталанбау керек принципиально. Ну вот, осы жыл ресторанға секіріп көргенек болмады, короче. Ендігі жылға не істейміз? И мен ойлаймын, короче, клиентің болмаса ештеңке болмайды екен. Клиент қаяқта? Клиент Инстаграмда, клиент сояқта. 24-ші жыл ешқандай бизнесқа кірмеймін, ештеңке предпринимать етпеймін, не істеймін? 24-те тек қана, короче, контентке жұмсаймын деймін ғой. Тек қана контент істеймін, личный бренд істеймін. Личный бренд жылы деп жарияладыңыз ғой. Иә. Одан кейін уже көреміз, куда лезть деймін ғой. 23-ші жылдың соңында 10 мың подписчигім бар. И жаңағы авто индустриясында жүргенсін, ең оңай жолы подписчик жинап, контент істеу, ескі 34 табасында восстанавливать етесің. Проект істейсің. Ол 10 мың адам қалай жиналды сізде? Оған дейін да жаңағы автосервисте түсіріп жүрдіңіз, не істеп жүрдіңіз? Автосервис жаңа оған дейін істеп келе жатқанымыз, жаңа 19-дан бері 4 жыл ма? 4 жылдың ішінде біз контентті ешқашан тоқтатпағанбыз. Өйткені жаңа біз автосервистің саласына кірдік. Автосервис Шымкентте бордовый рынок деген, білесіз, жесткий конкуренция. Сіз мынақта 5000 теңге колодка ауыстырып отырсаңыз, 20 метрден кейін 1000 теңгеге ауыстырып беріп жатады. Соответственно, мынау жаңағы өзің нарығыңнан нормальный кусок клиенттерді алып қалу үшін сен орын отсваивать ету керексің. Өйткені единственный инструмент маркетинга бізде демпинг.
сен демпингқа барамайсың, өйткені сенің жаңа администрацияң бар, басқаң бар, анауың бар, бір уровеньді ұстап тұру керексің, демпингқа барамайсың, значит ол салада, ну именно ол маркетинговый битвада сен ұтылып қалатыныңды білесің да, и соответственно маркетинг как-то по-другому істеу керек, чтобы отслаиваться дедік та. Біз алдық та прям мобилограф, айлыққа отырғыздық. Ол кезде ондай компаниялар көп емес еді ше, мобилографпен істесетін. Мобилограф алдық, и мен бірінші күннен бастап всегда жаңағы автосервистің өзінің корпоративный парақшасын жүргізетін тұғым. Оқта чисто техничка еді. Мына мотор келді, аштық, вкладыш айналып кетті, мынау жанып кеткен, мынау үйсеңіз анау прям наглядно көрсететін тұғымыз. Мотористім бар, өзі мінім, қазір ол сол сервистің директоры болып отыр. Ол бізге ученик болып келді, оны біз өзіміз оқытып моторист қылып алдық. Мотор істейміз, капитальный ремонт, Toyota моторын істейміз. Мотор келеді, мобилог шақырып аламын, сразу кел деп. Анау егесінің рассказдарын тыңдаймыз. Қалай болды, не болды, машина от алса от алдырып тыңдап көреміз, от алмаса по рассказам үйтіп туда-сюда екеуміз. Біз уже настолько анау Toyotаның моторларын шағып тастадық та, моторист екеуміз. Короче, бұл бүйткен, одан кейін үсткен, май құймаған, мынау қызып кеткен, анау отказ берген, содан кейін мынау айналып кетті да, болды, мотор клинит етіп қалды дейміз. Сонда екеуміз прогноз қоямыз, болды, кеттік, ехал, жаңа моторды ашамыз, и жаңа прогнозымыз дұрыс па, дұрыс емес па тексереміз ғой, азарт сол бізде. Сөйтеміз да, какой-то бір жарты жылдан кейін уже алыстан бүйтіп кіріп келе жатқан дауысын естідік. Вкладыш айналып кеткен деп. Сөйтіп отыра беретін болдық, короче. Оның бәрін неге көрсетеміз, прям чисто андай нишево, глубоко технический контент түсірдік біз 4 жыл бойы. 2019-дан бастадыңыз ғой, не? 19-дан 21-ге дейін примерно. 20, 21, 22, 23, 4 жыл түсірдік. 4 жыл соны түсірдік. Яғни сіз 4 жыл бойы тек 10 мың подписчик жинадыңыз. Иә. Яғни қазіргідей бүйтіп ойбай дейтін жоқ. Яғни аяқ астынан емес ол, да, бүйтіп жоқ, ондай емес. Ең бірінші анау нелерді, контенттерді көрсеңіз, дорогие друзья, добрый вечер деген телевидение, анау нашар районный арзан телевидениедағы журналистер бар. Қолғат қырып. Иә. Дорогие друзья деп ше. Содан бастадық қой. Енді бұл анау камераға сөйлей алу деген көпшілік жаңа кіреміз да, жаңа 3 видео түсіреді да, болмады дейді да, короче, қойып кетеді ғой. Он усердно 1 жыл кете ма, 2 жыл кете ма, просто жаңа алдын алуға мақсатынан тайынбай, қанша недей орыстардың жақсы фразасы бар ғой, никогда не сдавайся, позорься до конца деген ше. До конца позориться ету керек та, соңында өзі шығады ше. Яғни сіздер сол жерде машинаны жөндеп жүріп, өздеріңіз көрсетіп жүріп, соны просто көрсете бердіңіздер болды, процессті просто болады. Ол біздің маркетингіміз еді да. Соның арқасында біздің цех жаңағы 3-ші жыл уже лық толды, короче. 2 жыл систематично шалдықпай, тоқтамай, короче, түсіре бердік. 2 жыл жаңағыдай отырдық та, и уже 3-ші жыл сол жаңа 2 жыл істеп атқан нәрсеміздің бәрі бізге жаңа несін бере бастады ғой. Жемісін бере бастады. 3-ші жыл бірақ бере бастады. Соған дейін жаңағыдай отырдық. 3-ші жыл бірақ уже такой нормальный бере бастады. Уже сіз уже таныла бастадыңыз. Андай бір. Ол кезде ол корпоративный аккаунт күшті ме, или сізді күшті ме ол кезде? Корпоративный аккаунтта 20 мың подписчик бар еді. Менікінде 10 мың бар еді. Корпоративный күшті жүргізілген. Иә, енді тек корпоративныйға жұмыс істейміз, иә. Но анаяқтағы енді корпоративный өзің парақшаңда жаңағы өзіңнің личный өмірін көрсеткен соң подписчиктер қызықта бәрі жақсы өтеді. Бірақ бізде көретіндер андай чисто мастер бар, сервистер, детейлингтер, сол жердегі, сол нишадағы анау жаңа әңгіменің бәрін түсінетін адамдар көретін тұғын. И одан да бөлек жаңа кәдімгі адамдар бар, бірақ ол автолюбительдер, который прям продвинутый автолюбительдер ғана көретін тұғын ше. Анау кәдімгі простой қатты машинаға деген қатынас жоқ адамдардың арасы танымайтын тұғын олар. Сөйтіп жүрдік, и жаңағы сол 23-те жаңағы болды, ресторанның контентін түсіріп көрдік. Ол кезде жаңа біз ресторан стейк хаус еді, стейк пісіреміз. Күніге стейк пісіреміз, соны түсіре береміз, болмады короче. Сөйтті да, и сол халыққа стейк тереміз дегеніңіз. Жаңа қасында уже інім болып қалған мобилографым бар, который жұмыс оқиды, әбеттен кейін жұмысқа келеді, и екеуміз жаңағы жұмыста азарт қой, ода жерде жаңағы түсіру азарт қой. Так жаңағы Акрам моторист айтады, бүгін сағат 4-те мынау моторды ашамын, короче.
болды, звондаймын да, саат 4-те жұмыста бол, мотор ашып короче, болды. 4-те келет, мотор ашып и жаңағы причинасын несін түсіреміз сол жерде. Там болды, кейін анау бәрін жинап атқан не істейміз. Мен өзім азаннан кешке дейін соқтам, примерно түсінен бітіп қараймын да, аха, ертең азанғы сағат 10-да мынау мотордың бірінші запускі болады. Азан 10-да кел, мынау мотордың запускысы болады. Биограф келді, оған да қызық. Келет, түсіреміз да, полный моторды жинап шыққаннан кейін бірінші запуск всегда андай волнительный момент да. Ол конструктор ғой, жинап шықтында, если бір жер қате болса, оталмайды вообще. Сон и Аллаға шүкір, всегда оталатын еді. Уже соғында анау насколько тез оталады и насколько бодро оталады, соғысына қарайтын. Сәл бет деп барып оталса, что-то не то деп. Болмады мынау мотор деп ше. Қайтадан істейсіздер? Жоқ, қайтадан ол адам болып кетеді өзі ше. Нормально. Бірақ енді бірінші запуск соны бізге идеальный болу керек та, бірден дыррата қалу керек та. Не, сол кезде өздеріңіз жасайсыздар ма, соны өзің шашасыз, өзің жинайсыз ба сол кезде? Бізде моторист бар жаңа агро. Мен директормын, администратормын, менеджер по продажамын, снабженецпін, маркетологпын, СММщикпін, бәрімін. Техничкамын да. Техничка, администратормын ғой, короче. Менің жаңағы не, көп автосервистерде не үшін біздің мастер бар, бізде қалдыдай, сол костяк болып қалып кетті содан бері. Өйткені басқа сервисте, мысалға мастер өзі жұмыс істеп жатса, клиент келеді да мастермен сөйлеседі. Оны подъемниктің астында машина шұқылап атады, оның телефоны, жақсы мастердің телефоны өмір тынышталмайды. Звондап атады, он ми ашиды, клиент келеді, мынақты өзі жұмыс істеп жатқан амнан көре саш дейді, үйтеді бүйтеді, ол разрываться етеді да, жұмыс дұрыс болмайды. Мен сонда түсіндім да, и мен мастерларға клиентті вообще жолықтырмай қойдым. Мастердің жұмысы азында келеді, кешке дейін тек қана жұмысын істейді. Менде номер телефон корпоративный, клиенттер маған звондайды, процестің не болып жатқанын мен түсіндірем, WhatsApp-қа суретке түсіріп жіберем, мына жер мынандай болып жатыр, запчастьтарыңыз келді, машинаңыз дайын болды, клиент келеді. Мен, в общем, жаңа кішкентай салаға такой профессиональный гаражный системадан біз автосервис, полноценный дилерлердің сервисімен конкурировать ете алатын сервис дедік та. И сол соны жаңа аяққа тұрғызып жаңа контентті түсірдік. Соны мен азында барам, кешке дейін басында жүрем ғой, короче. Соны полный несі. Енді қараңызшы, сол контент түсіре бастадыңыз, адамдар қызыға бастады. Ресторан сол бітті, сонымен жабылды ғой, енді жапты ресторан. Иә, соның параллельно ресторанды көрдік, екі бизнесті одновременно көреміз дедік. Сөйтіп қайтып неге машина қайтып келдіңіз? Қайттан оталдырып алдыңыз, қайтадан оят алдыңыз ба? Иә, қайтадан оятып алдым. Қайтадан не істеп реттеп алдым да, и жаңағы сол кезде, короче, білмейтін салаға оданша кірмей ақ қойдық. Өте күшті. Иә, нені білеміз? Вот условно сенің жасың уже 30-ға келіп қалды. Сен жаңағы 20 жасыңнан, менің случайымда мен 12 жасымнан бастап машинаның арасында жүрген адаммын да. Біздің әкеміз, атамыз автолюбитель, үйде всегда машина бар. 12 жасымда бірінші рет за руль отырдым, 13 жасымда бірінші рет өзім своим ходом Алматыға айдап келдім машинен. И содан бері машинаға деген немен. Вот 20 жыл практически менің өмірімде сол көліктің қасында өтті. Мен оны түсінем. Осындай үлкен опытым бар. Оған қоса жаңағы 7-8 жыл рекламада істегенім бар. Ол да опыт. Оны ешқайқа кетіре алмайсың, ол мияқта бар. Сол екеуін қосып, мен осы екеуінде бір нәрсе түсінем, осыны мен білдім, осы саланы шақтым, короче, тек қана осы білімімді қосып, тек қана осы насмотренностімді қолдана отырып, тек осы салада жүрейін, маған банкрот болатын риск максимально аз осы жерде дедік та. Тек қана соған қарай ұрдық. Жаңағы мынау қазіргі Instagram сүріп атқанымыз, контентті жүріп атқанымыз, оны, скорее всего, фундаменті сол рекламный агентстволарда болды. И, само собой, автобизнес, жаңағы автосервисіміз бар, содан келді да. Соны ресторанның соңында жаңағыдай болды. Басқа салаға кірмейміз, тек көліктің ар жақ бер жағында жүреміз, и личный бренд керек деген тұжырымға келдік қой. Күшті. Бірінші бөлімді бір қорытындылап алайық. Жастарға әсіресе бизнес бастаймын деп жүргендер бар, несін деп жатқандар. Ең бірінші жұмыс жасау ол норм. Әрине. Мысалы сіздің зауыттағы істегеніңіз, не істегеніңіз ол үлкен тәжірибе берді. Must have қой. Өткен біреулер ойлайды, жаңағыдай мен
барып бірденнен жұмыс жасамай ешкімге тәуелді болмай бизнес істейтін мысалы қарап отырып бүкіл неңіздің барлығы наоборот жұмыс жасап тәжірибе жинағаннан кейін барып жүрді, оған дейін істегеніңіз бәрі жүрмеді жоқ. одан кейінгісі жаңағыдай уже қолынан келетін нәрселерді уже жай бастап көре беру. Бағана мағаны ана кезінде Стив Джобс каллиграфиямен айналысқан ғой студент кезінде. Сөйтіп кейін сол каллиграфия анау Apple-дың уже маркетингін жасаған кезде шрифттардың әдемі болу, минимализм болу қатты әсер еткен да. Яғни сенің жас кезіндегі сондай нәрселерді көру керек та. Жаңа нәрселерді қолданып, мысалы сізге вот қатты көмектескен. Одан кейінгісі тағы сізге шынымен әсер етіп өзіңіздің не істеп жатқаныңыз бұрыннан келе жатқан әр адамның былай айтқан кезде неге бір какой-то бір салаға қатысты бір қабілеті болады. Әкесінен үйренеді, атасынан үйренеді, анау. Яғни бір теманың аясында жүреді, и соны жүзеге асырса тез нәтижеге жету және өзіңіз айтпақшы максимально андай құлауға аз рисктеріңіз аз болады. Осы нәрселерді байқап отырмын да. И ары қарай соның барлығы қосылған кезде өзіңіздің қабілетіңізді, мықты жағыңызды бағалап, мойындап, содан кейін соны бір жүзеге айналдырдыңыз мысалы ше. Анау жаңа айтасыз ғой, жаңа өзіңіздің қабілетіңізді мен өте еріншек адаммын ше. Сіздер білесіздер ғой. Графигіңді білесіздер ғой. Біз графикті білесіздер ғой. Түн ішінде түнгі сағат 3-те бүйтіп 4-те отырып точно деймін да, Макенге бір нәрсе жазып беремін. Маке бүйтейік сөйтейік, осындай идея бар, осындай план бар. Мен білемін, Макең оянған кезде оқиды. Ұйықтап қалам, жаңа обедке дейін ұйықтаймыз. Ол жаңағы басында ұйқыға жақынсың, ұйықтағың келеді обедке дейін. Яғни өмір бақи ол менің өзім соны өзімнің минустарым ретінде көретінмін де, сондай өзімнің жаңағы көп минустар, бір нәрсе ұнамаса мен оны істемеймін ше. И жаңағы өмір бақи өз-өзіңді перешагивать етіп, өз-өзіңді езіп, жаңағы полный обществоның бір навязанный стандарттары бар ғой, адамның қандай болу керек екен. Там ер азамат азында тұру керек деген бар. Ер азамат жаңағы ерке тұрған еркектің ырысы артық. Соусы бар. Одан кейін жаңағы ұнайды ұнамайды деген жұмыс жоқ, оны істеу керек деген, соның бәрін енді сол стереотиптердің бәрін, сол стандарттардың бәрін тойып алғанбыз кішкентайымыздан. Жаңа өз-өзімді қинап азанда ерте тұрам, жаңағы істегім келмейтін нәрсені өз-өзімді езіп, жаңағы именно дизайнда қанша жыл өз-өзімді езіп, кабинетте компьютердің алдында азан сағат 9-дан 6-ға дейін отырғыздым ше. Жаман жек көрем соны ше. Сол кездегі анау до того бақытсыздығым ше мен ше. Қазір любой компьютер көрем мен уже анау отвращение басталады ше. Құртынан ше. Құрт компьютер жаман жек көрем содан кейін ше. Соның бәрін естетті. Кейін бір түсінгенім, оказывается, сенің слабый стороналарың болатын болса, слабый сторона, олармен бороться етпеу керек, оларды не істемеу керек ше. Оданша өзіңнің мықты жақтарыңды тауып, оданша энергиямен уақыттың күштің бәрін сол мықты жақтарыңды усиливать етуге жарату керек. Ана өзің жаңа минустарың болса, олармен бороться ету біріншіден бесполезно. Өйткені сен жан таның, ұйықтайсың ба сен, қанша өз-өзіңді қинасаң да өмір бақи ұйқың келіп отырады ше. Екіншіден сен просто уақыттың бәрін соған жаратып қойсың, жаңа мықты жағыңды тауып алда, просто жаңағы орыстар по кайфу дейді. Өзіңе қалай лайықты, өзіңе қалай ұнайды, соған келтіріп алда, просто мықты жағыңды ұра бер. Но бірақ ол бірден емес, жаңағы жастар жастар айтады. Мысалы, сіз жарайды жаңағы дисциплина деген нәрсе ғой, айтқан кезде. Дисциплина страшно менде нашар дисциплина. Оны сіз алдыңызда басында қиналдыңыз жарайды. Заводта да сол болды ма? Жоқ, заводта ол болған жоқ, кстати. Заводта мен андай одан бөлек жаңа өзімнің білетін мен андай нем бар. Жақсы қасиетім, мен еңбекқор дейді ғой, трудоголик дейді ғой. Егер мен бір проектпен жанатын болсам, егер істеп жатқан тірлігім маған ұнайтын болса, егер ол тағы қолымнан келіп жататын болса, жаңағы сен істейсің, қолыңнан келді, бір какой-то определенный цель қойдың, ұрдың, ендігісін қойдың, ұрдың. Сондай бір азартына кіріп алсам, соның жаңағы бір куражына кіріп алсам, уже жаңағы ұйқы, тамақ, базовый комфорт, ештеңке қызық емес, тек қана дофаминнің бәрі соқтан шығады. Заводты жұмыс істеген кезде мен заводта прям қатты рахаттанып едім заводтың жұмысынан, өйткені сенің алдында масштабный задачалар тұрады. Бастық келеді,
автовесы деген бар, жаңа үлкен 20 метрлік фуралар үстіне тұрады да, анау тараз соның салмағын өлшейді. Үлкен кәдімгі жаңағы строение ғой, былай айтқанда ше. Сенде 4 күн бар, мына жерге соны соғу керексің. Соқпайсың ба, короче. Таяқ жейсің дейді, кетіп қалады. Болды. Круглые сутки, түн, күн, жаңбыр жауып жатыр, жаңағы ше. Жаңағы платформасы темірден ғой. Мынандай екі үлкен қалың рамасы бар, фураны көтере алатын. Астында подушкалар бар, жаңа тараздың үстінің бәрі жаңа темірден конструкция. Екі жағынан бетонный жаңа мост. Мынаяқтан шығу керек, анаяқтан түсіп кету керек. Мынаяқта будкасы бар, адам отыратын. Ішінде жаңа таразы бар, короче. Остановкаға ұқсайды жаңа үстінде навесі бар. 4 күн уақыт. И со жаңағыны істеген кезде заводтағы сварщиктердің бәрін 8 сварщикті бір жерге отырғызып қойып, соларды жаңағын істеткізіп жатыр ма? Түнде жаңбыр жауады. Сержанка, біз тоғырып өлеміз дейді. Тоқта, түнде барамда жаңағы базардағы жаңағыны перчатки, анау қайша майшы сататын. Бір апай бар еді, содан постоянно анау аламыз, жаңағы снабженец кезімде, сол апаймен жақсы тұрып алам. Түнде соны оятып алам да, маған палатка керек деймін ғой. Көзім дейді, ты надоел, сержант дейді. Үйіне кіргізіп, жаңағы үйінде кішкентай сарайында склады бар. Жаңағы брезентовый палатка береді. Соны алып келем да, жерді қаздыртып, жаңағы палаткамен навестеп берем да, варить. Аналар варить етеді, жаңағы біреу маскасын киіп алып варить етіп жатады да, қасындағысы варить етеді, не варить еткенін көрейін деп, ашқан кезде мынау бастайды да, мынау зайчик ұстайды, короче. Сварщиктер біледі, зайчик дегенше. Жаңағы 4 күннің ішінде 8 адамның 6-ауы, короче, құлады. Неменше, зайчикпен. Бірақ 4 күн емес, енді 4 күн нереальный срок, бастайтын. Болмайды, 6 күн керек маған. Жоқ, 4 күн еді. Сәл таяқ жесек та, бірақ сол айтқан 6 күнде істеп бердім, 2 күнде енді физически. И сондай жаңағы задачалар тұрған кезде, ол кішкентай просто пример ретінде бір кішкентай бір задача ғой. Сондай задачалар тұрған кезде, сен күндіз-түні соның басында жүрген кезде, солардың бәрі істелініп жатқан кезде, ол қолыңнан келіп жатса, сондайынан куражға кіріп кетесің, сондайынан неге кіріп кетесің. Жаңағы таңғы сағат 3-4 бітіп үйге баруға смысл жоқ қой дейсің да. Медпунктқа кіресің да, анау капельница істейтін кроватьқа 3 сағат ұйықтап аласың да. Тұрасың да, 8-де не кетіп қалады. Вот сондай кезде азартпен жүрген кезде, ол кезде дисциплина деген одан проблема жоқ. Вообще проблема жоқ. Орындаймын, цель бар, орындаймын. А дисциплина қашан подводить етеді? Сен андай систематичный, монотонный жұмыс, жаңағыдай офиске азанғы сағат 9-да барып кешкі 6-ға дейін деген сияқты. Сондай бір какой-то бір монотонный жерде, мысалға қазіргі мынау жұмысымыз да потихоньку уже, Аллаға шүкір, енді рельсқа тұрып не істеп жатқан соң сәл монотонный бола бастайды ғой. Короче, таңертең тұрудан қиналсаң нормально дейсіз ғой, иә? Ұйқың қандырып ал. Әрине. Сізге не сағат ұйықтау керек, чтобы нормально болу үшін? Енді күнделікті нормальный режимде 6-7-8 сағат ұйықтайсың ғой. 8 сағатқа ұйықтайсың, нормально боласың. Иә, нормально. Қазір графигіңіз қандай, мысалы? Түнгі сағат, қараймын, үнемі әйтеуір, маған түнгі сағат 3-терде жазып отырсыз ғой, бір қарағанда. Мәге ертең көресіз ғой дейді. Түнгі сағат, ол сәкең түнмен жүріпті ғой деймінесі бойынша. Енді қазір сәл выпрямлять етіп отырмын. Ана өткенде автопробегке барып келдік, жаңа бір ай жүріп келдік қой. Сол жерге барып келген соқта көп ойландық, ол жерден жұмыс жоқ, отпуск қой былай айтқанда ше. Демалып жүрген кезде жаңа күнделікті операционный деятельностьтің бәрі бастан кетеді, жұмыстың бәрі Қазақстанда қалады да, анаяқта өзіңмен өзің қаласың, сол кезде көп нәрсені ойлайсың, и сонымен қой бүйтіп болмайды. Негіз бұған дейін жаңа түскі сағат 1-де 2-де тұрамыз, сонымен бастаймыз да түнгі сағат 4-5-ке дейін жүре береміз. И соған өтіп кеткенбіз. Соны сәл реттеп, қазір енді 11-де тұратын болып отырмыз. Не деген молодец, не деген жеңіс. Қазір қарап тұрмын да, сәке қараңыз. Инстаграмда Сержан Құмарбек 281 мың подписчик бар екен. TikTok жаңа парақша бізде. Қалыңшы, не болды? Россияға барып келгенде анау 100 мыңдық парақшам бұзылып қалды. Қанша қазір? 130 деп тұр ғой. 130 деген. Бұл парақша уже стимей қалды ше. Россияға барған кезде стимей қалды. Оларда анау несі бар ғой. Қазір анау жаңа парақша 12700. 12700. Қашан бастадыңыз? Октябрьда бастадық қой. Енді қараңыз, енді осынша оқырманы бар Сержан Құмарбек. Қазір жеке брендіне мән беріп жатыр. Қазіргі табысыңыз сіздің
ана проекттеріңіз бар, детейліңіз бар, несі бар. Вот жеке бренд шынымен не береді сізге? Хорошо, клиент береді, жарайды, несі бойынша. Тағы не артықшылығы бар? Өйткені қаншалықты керек деген сұрақта кейбіреулер бар, жеке бренд керек емес дейді. Вот кейбіреу айтады, жеке бренд керек дейді. Мен ойлаймын қазір жеке бренд 21 ғасырдың мұнайы ғой. Кім бірінші месторождениені тауып, сол жерге вышкасын қойып қояды, сол келешек олигархтар ғой. Өйткені қазіргі заманда ол адамның несі, назары, адамның вниманиесі ол бірінші очередте. Өйткені заман өзгеріп бара жатыр. Бұрын біз брендтерден сатып алатын едік, қазір адамдардан сатып алатын болдық. И қазіргі заманда уже андай болып қалды ғой. Нету личного бренда, нету бизнеса. Любой бизнестің собственнигінде өзінің личный бренді болу керек. Ол must have парақшасын жүргізу керек. Олсыз болмайды. И оны сіз егер кәсіпкер болатын болсаңыз, сіз сонымен қарсы басып келетсаңыз, как можно быстрее сол қарсылықты тоқтату керек те, соған навстречу жүру керек. Өйткені личный брендтің колоссальный көмегі бар ғой. Мен шын айтсам, сол жаңа 23 жылдың соңында 10 мың подписчикпен жаңа личный бренд бастайым деген кезде бұндай болып кететінін ойлаған жоқ едім. Шынымен. Менің ойым, главный автосервисімде бесперебойный клиенттердің трафигі болса, одан кейін жаңа одан артылып батса, тағы да бір кәсіп ашсам, сол жерге жаңа трафик болатын болса, болды деп, основной идея сол еді менде. Аллаға шүкір, мысалға сіздермен де қазір істесіп жатқанымыз Шоуянг осы личный брендтің арқасында ғой. Сіздер жаңа личный бренд арқылы танып шақырдыңыздар да, сөйтіп жаңа стол переговорға отырдық қой. Сол үшін жасадық. Содан келді. Сол бар. Мысалға автосалон, ол жерде де мен жалғыз емеспін, ол жерде партнерларым бар. Ол да тура сол ненің арқасында келді. То есть мен арендаға здание іздеп, машиналармен поставкасын не істеген жоқ. Балдар келді да, мысалға мен, Қытайдан нем бар, Қытайдан поставщигім бар, мына инвестордың ақшасы бар, бізге сіз жақтан не керек деді? Личный бренд керек деді. Болды, отырдық, бәрін істедік, ақылдастық. Әрқайсының өзінің задачасы бар. Үшеуміз, бір жігіт тек қана администрация, то есть іштегі менеджерлар бар, іштегі жігіттер бар. В общем, офистің продажаның дұрыс не істеуі, операционный неге қарайды. Екінші жігіт финансымен Қытайдан машинаның келіп, бесперебойна келіп тұруына қарайды. Әрқайсыңыз бөліп алған. Сіздің жұмысыңыз жеке бренд арқылы танымал брендті. Мен маркетинг. Маркетинг жағын сізбеніз бойынша. Сөйтіп команда жиналды, үшеуміз давай дедік, бастадық, Аллаға шүкір. Бір жылдан асты. Енді топ 5, топ 10 дей салайық, енді вдруг қателесіп қаламыз. По продажам Шымкенттегі автосалонның біріміз. Біз единственный салонбыз. Енді официальный дилерлерден бөлек, біз серый дилер деп атады ғой бізді. Біздің RR Motors единственный салон, кімнің группа компаниясында өзінің собственный автосервисі бар да, и өзінің автосалоннан сатқан машиналарға өзінің автосервисінен смело гарантия беріп. Аналармен бірде. Енді сол жаңағы оның бәрі ненің арқасында, сол жаңағы личный брендтің арқасында ғой. Мен көбінде айтамын да, жеке брендтің бір плюсы бар. Ақша ашпайтын есіктерді ашады да, жеке бренд. Әрине. Сен даже ақшамен сатып аламайтын таныстарды береді. Саған жаңа не істей алмайтын мүмкіндіктерді аша бастайды. Енді кішігірім айтып кетейін, негізі Сержан мырзамен қазір біз бір жағынан амбассадорымыз біздің компанияның, екінші жағынан партнеріміз Шымкенттегі. Өзімізге как раз жаңағыдай осы саладағы бір нені іздеген кезінде негізі сізді ұсынған қарап жүрдік. Олжас Оқас болды негізі. Олжас Оқаспен бірінші бастадық, ары қарай сізді ұсынды. И Сәкеңді қарадық та, ол кезде мен қатты танымайды екенмін, өйткені мен көлікке қатты жоқ болғаннан кейін. Макең Лексуспен жүреді. Бәрін айтып тұр ғой. Сонымен ол бұзылмайды десе. Сөйтіп партнерім Бағлан мырза айтты. Сөйтіп шүкір, қазір осы жерде Сержан мырзаға алғыс айтқым келеді. Қаншама біздің қазір клиенттер, қаншама шина алып жатқандар, основной поток сізден келіп жатыр ғой.
Основной поток бұл кісінің шынымен аудиториясы өте керемет. Әсіресе осы көлік саласындағы компаниялармен шынымен өте ризамыз. Ары қарай да Алла қаласа Сәкеңмен жалғастырғымыз келеді. Сәкеңмен жұмыс жасағымыз келеді. Өйткені қатты қадірлейміз, құрметтейміз. Рахмет сізге, Сәкен. Рахмет, сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет. Сол уақыттан бастап танысып, өзім бұл кісінің жаңағы несімен, өмірбаянымен танысқалы бері қатты қызығып кеттім. Өзіңіздің қалай көтерілгеніңіз, жалпы қалай осы жолды өтіп шыққаныңыз. Сол үшін да бүгін неге сол үшін шақырып отырмын да. Сол үшін рахмет, тағы да алғыс айтамын. Бұл жерде бір үлкен носы бар да. Личный брендтің күші көп, өте күші көп. Но осы жерде мысалға сіз бірінші орында мен жаңағы бір какой-то бизнес дейтін болсам, бір какой-то проектке кіретін болсам, әрине ол жердегі сенің жаңағы партнерларың біріншісі, насколько олардың істейін деп жатқан сала көзқарасы порядочныйлығы, екіншіден сенің өзіңнің жаңағы сонша мәпелеп жинап келе жатқан уже родной болып қалған подписчиктеріңе ұсынатын продуктыңның сапасы. Сапасы. Сөздің ашығы керек. Мен қазір барып Қытайға барып 200 теңге тұратын бір какой-нибудь өте нашар сападағы бір продукт алып келіп, жігіттер мынаны сатып алыңдар 10 000 теңгеден дейтін болсам, на первых порах жаңағы немен сенімділікпен осыған дейін жаңағы өзіңнің оқырмандарының алдындағы жинаған абыройыңның арқасында, сенімділіктің арқасында сен нормальный ақша көтеріп алуға болмайды емес ше. Бір айдың ішінде бір нормальный ярд көтеріп алуға болады. Бірақ сразу артынша болды, сенде бәрі бітті. Өзің кестің, разово сен өзіңнің жаңағы подписчиктеріңді, өзіңнің жаңа оқырмандарыңды алдыңда ақшаға айырбастап жібердің деген әңгіме да. Сондықтан жаңағы сізде жаңағы блог жүргізем, подписчик жинайым, личный блог болсын, кейін сол личный блогтағы жиналған оқырмандарға продукт берем, соны монетизировать етем дейтін болсаңыз, бірінші орында, егер в долгую ойнайым десеңіз, бірінші орында ол всегда сенімен істесіп жатқан партнерлардың порядочности, вот никуда без этого. Екінші, өзіңнің оқырмандарыңа беріп жатқан сапалы продукт. Сенімі ғой былай. Сен ақтау керексің ғой, саған сенген адамдардың сенімін ақтау керексің ғой. Өтірік емес, көп келеді ғой бізге. Давай мынаны сатайық, мынаны бүйтейік, жаңағы сөйтейік. Даже рекламаның өзі, кеше мысалы Алматыға келдік. Что-там реклама керек пе, жігіттер хабарлассаңдар деді, звондап жатыр. 99% жоқ, біз ондайды реклама істемейміз, біз ондайды реклама істемейміз. Өйткені просто рекламаның өзіне келген кезде, мысалға біз білеміз ғой аудиториямыз кім екенін. Егер жаңа рекламаның ақшасынан не істейміз деп, енді ол жігіттер, жаңа звондаған жігіттерді оскорблять етпей қойық, оскорбление ретінде болып қалған шығар. Біздің подписчиктерге керек емес нәрсені неғыламын мен оған тығып ше. Жаңа рекламаның ақшасына қызығып, егер шығатын болса запчасть магазин, автосервис. Өткенде анау мен скептически ойлаған едім, автоворота бар ғой. Кнопкамен ашатын ше. Сол жігіттер шықты, реклама істеп беріңіз деді. Мен былай ойлаймын да, в принципе, мен өзіме керек нәрсе. Мен аудиториям қалай қабылдайды екен дедім, керек пе екен, керек. Бір жағынан ойладым, бәрі 25+ жігіттер, бәрі машина айдайды, бәрінің үйінде, значит, воротасы бар. Скорее всего, керек шығар дедік та. Давай дедік, қойдық, 800 000 атып кетті. Ана бола звондап жатыр. От души, брат, что-нибудь надо, позвони. Мен саған тегін бір нәрсе істеп берем деп звондап жатыр да, рахмет. И даже сол рекламаға келген кезде ақшаның артын қуалап подписчиктерге тықпау керек та. Тықпау керек. Шоуянг мысалы келдік, сөйлестік, заводын бардық, көрдік, көзіміз жеткен кезде, что продукт болды. Бұны біздің подписчиктерге ұсынуға болады екен деп. Соны айтып кеткім келіп жатыр. Оның, короче, ең түбі, ең минусы ол жаңағы казино мен ставка ғой. Казино, ставка, ақшасы бешеный. Жаман түсінады олар, блогерларға. Давай деп. Короче, бір жылдың ішінде өмірің тек сенің емес, сен ағайын туысқан бір әулеттің өмірі күрт өзгеріп, короче, бақытты болып кетуіңізге әбден талай ше. Бір жылдың ішінде. Қалай отказ бердіңіз? Күніге жазады. Күніге, пожалуйста. Анау, ради интереса. Сұраймын ғой, қаншаға дейін барады. Ради интерес. Анау, сторис қанша тұрады дейді да. Сен несің десем, біз осындай онлайн казиномыз дейді.
енді сторис 10 миллион теңге тұрады деймін. Біз ойланамыз дейді да біраздан соң. Давай хорошо 10 миллионға серия сторис істеп бер дейді. Деймін да, короче. Сендер что-то көп ойландыңдар, содан бері подписчик саны көбейіп кетті. Ценник өсіп кетті. Что вы начинаете дейді да, орысша сөйлейді бар. Қанша дейді? 20 миллион деймін ше. Дорого. 10 миллионнан бастап көрейік дейді. Бір сторис. Ойлаңызшы. Қоя сал дейсің. Просто маған қызық та. Қаншаға дейін баратын ше. 10 миллионға дейін барған көрдім бір сторискімен өзім сөйлесіп отырып ше. Базар жоқ дедім. Так что егер каким-то образом аудиториясы бар болып бір популярный болып кетсеңіз, жігіттер өздеріңіздің аудиторияңызға сатып атқан, өзіңіздің аудиторияңызға рекламировать етіп атқан продуктты қатты фильтрден өткізіп отырыңыз, қатты сапасын тексеріп отырыңыз. Сол кезде сіз в долгую жақсы абыроймен нормально такой бетіңіз жоғалтпай осы салада да жүресіз деген бір айтқым келіп жатыр. Күшті сәкен. Бір жағдай болды, айтып кетейін. Кейбір адамдар оны даже өтірік деп айтып жүр екен. Осы жылы көктемде ме еді, сәкеңе сержан мырзалар бір фура жібереді Алматыға. Сөйтіп сол фураға дөңгелектерді салып жібереміз толыққанды. Сөйтеді да жолда фура жоқ. Сәкеңдер түсінбейді, жоқ машина. Сол бір фура дөңгелек жоғалып кетті Шауяновтың сол кезде. Содан кейін сіз оны алдыңызда салдыңыз, жоғалғанын көрсеттіңіз, содан кейін қалай тапқаныңызды көрсеттіңіз. И біраз уақыттан кейін даже мен таныстарым келіп айта бастады, сол өтірік екен ғой дейді да. Сендер өтірік істепсіңдер ғой дейді. Жоғалмаған үшін жай ғана постанова болыпты ғой дейді да, несіменші. Қайдан алған ақпарат ол? Десем, әркім біреу бірдеңе сыбыс кеткен сол несі бойынша. Жалпы осы жағдай бойынша бір ашып айтайықшы басынан бастап. Шын болған нәрсе. Единственный ол жердегі несі ашық айтатын болсақ, что мы скрыли деген вопросы, анау біз түсірген 3 рилс болды ғой. Мына жоғалды, іздеп атырық, таптық деген 3 рилс болды ғой. Оның бәрін біз уже тауып қойғаннан кейін түсірдік. Өйткені в момент жоғалған кезде ешқандай видеоға дейін болған жоқ, контент, ешқандай контент, инстаграм құрсын, 30 миллион дүниесі ше. Ол мен мойныма кетеді ғой адам. Болды, оны қойып беру керексің ғой. Целый бір двухкомнатный квартира ғой қаланың ортасында. Қандай контент. Шапқылап ровно сутка жүрдік қой, короче. Өзіміз оперлардың қасында кәдімгі полноценный опер болып кеттік қой. Аняға звондап бүйтіп әйтеуір Аллаға сансыз шүкір таңғы сағат 5-те таптық қой. Облыста бір ауылдың шетіндегі бір какой-то бір базаның бір ангарының ішінен тауып алдық қой, Аллаға шүкір ше. Негізі сол кезде шынымен кәдімгідей енді қорқыныш болады, енді былай ондай тәжірибе болмағаннан кейін. Соны жалпы кейін өзіңіз айттыңыз жаңа, рилстарда айттыңыз, яғни сондай кәдімгі үлкен осындай фураларды ұрлау бойынша схемалар көп екен негізі. Мен сол кездегі бізге көмектескен жігіттер, жаңағы ДВД-да жұмыс істейтін жігіттер, достарымыз, араласамыз ғой. 2-3 күн бұрын айтып отыр. Анау сен фураң бар ғой дейді. Сол қазір сол схема сол кезде көп еді, қазір одан да көбейіп кетті дейді. Ұрланып жатқан заттар содан бері одан көп ұрланып жатыр қазір дейді ше. И бұндай схемадан бізге сәт түсіп қалып, біз ерте білдік қой, что ұрланғанын. Егер сол кезде бір күтіп отыра беріп, обедтен кейін болмаса күн батқанда білсек, болды, онда таппайтын ек ше. Өйткені табуы өте қиын. Раскрываемыз. Мен процентін айтамайын, мен де өтірік адамай қойын, бірақ табылмай қалады сол кезде көбісі. Көбісі табылмай қалады екен. Негізі Қазақстанда шынымен фуралардың ұрлану өте көп екен ғой негізі. Өте көп екен. Енді жаңа қызық, бір жігіт айтады, өзімізге сөйтіп ұрланды дейді да. Сөйтіп бірақ сіздердікі өтіріктеу сияқты болып кетті деген сияқты әңгіме айтады. Мен айтамын, өзің ұрланып тұр, қалай болды? Сол үшін шынымен ол жағдай болды. Кәдімгі ұрланды, сәкеңдерге несеткізіп сол кезде қатты уайымдады. Бірақ содан кейін жаңағыдай сәкең кейін, что басқаларға да сабақ болсын деп, что басқалар да осы жағын абайласын деп, осыған қарай шынымен осы контент түсіріп, неге сол мақсатта түсірілген еді? Сол мақсатта түсірілді. Жаңағы міне осындай болды, біздің қателік осыда болды. Оказывается, бұған бүйтіп қарау керек екен, бүйтіп істеу керек екен деген жаңағы біз сияқты осындай мошенниктердің қолына түсіп қалмаңыздар деген посылмен түсірілген нәрсе ғой. Бірақ ол не керек енді ондай нәрселер
атып кетеді ғой былай айтқан кезде ше. Әрқайсысы бір 2 миллион 1,5 миллионнан 2 миллионнан жоғары иә, жинады, 2 миллион 2,5 миллионнан жоғары. Өйткені резонансный нәрсе ғой. Бірақ егер жаңағы жігіттер айтып жүр ғой, оның бәрі постанова деп ше. Егер ондай постанова істейтін болсақ, Маке ше, бізге премия беру керек қой. Прикинь, андай кино ойнады, мен ойыма кіріп шықпайды екен. Имейте в виду, егер бір атыңыз шықпай жатса, бір жер өртеймін десеңіз, тура осыны просто кино қылып проделайте, нормальный просмотр гарантия сіздерге. Ана сол күндегі, сол суткадағы стрессті бермей ақ қойсын ше. Сіздер, Макеңдер Алматыда отыр. Не болып іздеп жатырмын. Біз Шымкентте 4-5 машина қалады. Мен ол кезде Қырғызстанда жүрмін, Бишкекте жүрмін. Қырғызстанда жүрмін. Азанғы сағат 5-те жібердім ғой суретін, таптық деп. Уф дегенсің ғой. Содан кейін барып идея келеді да, осыны түсірейік көрсетейік деген. Молодец екен, әдемі алып шықты. Енді қараңыз, Ержан мырза, қазір енді Алматы бар да, көп осы жерде блогерлар бар, жаңағы Қалибектер бар, одан кейін Талғат Итаевтар бар, көлік түсіріп жүрген Қыран Талапбектер бар. Бірақ региондардан, мысалы Шымкенттен болсын, жаңағы не болсын, алғашқы шығып жатқан сізсіз. Вот мысалы қаншалықты ол қиын. Алматының блогерлармен қазір уже араласып жатсыз, уже көрініп жатсыз, кеше даже неге тур жасап қайттыңыздар да бар. Түркияға дейін мысалы да. Өйткені көбісі ойлайды ғой, тек Алматыда ғана бұндай не болуы мүмкін деген сияқты да. А сіз Шымкентте отырып, Алматыны мүлдем түсірмей-ақ, Шымкенттің өзінен кәдімгі бүкіл Қазақстанға күштен жасап жібердіңіздер да. Резонанс тудыра алдыңыздар деймін де ойлаймын да. Ол мүмкін негізі деймін да, өйткені басқаларға бір не идея болсын деп отқаным ғой. Жоқ, енді өйтіп бізден де бөлек атып атқан, былай айтқанда нормально бір результат көрсетіп жүрген жігіттер өте көп. Алматыда тұрмай. Шымкенттің өзінде жігіттері бар, басқа қалаларда өте көп, ондай балдар танимын, білем. Бірақ Алматы бәрібір центр притяжения болған соң, бұл жерде бастайтын болсаң, мүмкін бір жағынан жеңілдеу болар ма еді, а мүмкін бір жағынан қиындау болар ма еді, өйткені бұяқтың конкуренциясы бар. Шымкентте именно біздің салада, мен бастап жатқан кезде, сол 24-тің басында, именно автомобильный сферада практически ешкім жоқ еді. Какой-то местечковый бір парақша жүргізетін жігіттер бар еді, бірақ олар жаңағыдай бұндай профессиональный подходпен ешкім келмейтін еді. Әлі күнге дейін қазір Алматыдағы үлкен блогер бар, үлкен аудиториясы бар блогерлардың істеп жатқан жұмысына, несіне қараймын да, әлі күнге дейін мен оны прям смело айта аламын, что біздің контент производствомыз өте қиын производство. Именно біздің жаңа ненің өте қиын производство, күнделікті жұмыс талап ететін, күнделікті внимание, күнделікті ақша талап ететін сондай қиын производство. Ондай біздің Шымкентте болған жоқ. И скорее всего жаңағы барлық жақтың несі ғой, жиналып келген совокупность всех факторов дейді ғой. Жаңағы технический жақты мысалға мен саусақпен ақ санаулы блогер барды танимын, машинаның технический жағын жақсы түсінетіндер ше. Санаулы ғана танимын. Көбісі просто за рулем отырып машина түсініп адамдар. То есть капоттың астын ашып, мынау не десең, көбісі білмейді, біле бермейді. Сол ойнады, жаңа автосервисте істегеніміз, технический часть жақсы түсінгеніміз ойнады. Одан кейін жаңа алдындағы рекламный неміз бар, прошлыйымыз бар дегендей. И одан кейін жаңағы не істесең де жаңа жүйеге қойып, жүйелі и тұрақты түрде. Иә, тұрақты түрде жартылай істеме, артығымен істе всегда. Сол не үшін мысалға бізде постоянно штатта мобилограф бар. Ол мобилограф сәлден соң уже мобилограф емес, ол сенің жаңағы туған інің сияқты болып кетеді. Мен әйелімді өйтіп көрмеймін. Отыр ғой артыңызда да қазірде ше. Ол постоянно қасыңызда, оның бәрі жаңағы 11-12-ге дейін видео түсіресің, 3-4-ге дейін оның бәрі монтаждалады, оның бәрін шығарасың. В общем, мынау ритмді, мынау режимді ұстап отыру оңай емес. Бедіп, неден қарағанда, контент қараған кезде, күшті өмір сүріп жатыр екен дегенмен бар. Жауыз етіп жүрміз енді. Но мынау подход, жаңағы алдыңғы нелер, и ең главный фактор, бұндай подходпен қазақша ешкім түсірмеген ғой. Қазақша ешкім түсірмеген. Біздің не керек,
қатты айтып қойсам кешіре көрсін әрине, чисто казахоязычный аудитория, который орысша вообще түсінбейтін, орысша контент поглощать етпейтін аудитория контентке аш қой. Орыс тілінде контент көп, орыс тілінде сіз любой нәрсені біліп аласыз, любой салада, любой сферада. Қазақстан болмаса Россия бар, Россия болмаса жаңағы в целом СНГ бар, иә, ала бересіз. Именно қазақ тілінде мынандай сапалы контент аз. иә, оның артында сапасынан, жаңағы съемка мен монтаждың сапасынан бөлек артындағы жаңағы технический білімі бар адамның бір контент беріп жатқаны қазақ тілінде жоқ қой. Біз мысалы қазір Шаояңтың дистрибьюторымыз, Қытайдың қазір Bridgestone'ның дилдеріміз, үлкен брендтер келіп жатыр да. И біз мысалы блогерлар іздейміз, жаңағы инфлюенсерлар іздейміз. Сол кезде мысалы мен қазақ тілге қатты мән береміз да. Бірақ нарықта енді қалыптасып келе жатыр да, қазақ тілді блогерларға да жақсы ақша төлеу деген нәрсе ше. Енді осы уақытқа дейін мысалы даже подписчигі аз болса да, кішкентай болса да, орыс тілді аудиторияға көп бере береді. Ол сондай компаниялар мысалы. Сол байқала ма сізге? Иә, әрине байқалады бізге қатты. Енді бұрыннан қалыптасып қалған идея неден басталды? Бәрі телевизорден басталды ба? Телевизордегі рекламаның бәрі орысша еді ғой. Российский брендтер келеді, жаңағы Миф, Тайд, бір нәрсе. Ол Россияда түсірілген рекламаны бізге көрсетеді. Сол үшін телевидениедағы рекламаның бәрі орысша болған соң, радионың бәрі орысша болған соң, соответственно, жаңағы әлеуметтік желі ашылған кезде бұяқтың да рекламасы орысша болды да. Одан кейін олар еще қазақ тілді аудиторияда ақша жоқ деп ойлады ғой. Иә, и платежеспособная аудитория русскоязычный деп ойлады. Бір моментке дейін сондай болған шығар, өйткені ақшаның бәрі Алматыда болды да, біздің Шымкент сияқты жаңағы казахоязычный кішкентай қалаларда шли, ондай экономический достаток болмады ғой, білесіз ғой. Баяғыда кішкентай кезіміз мектепте оқитын кезде Алматыға келіп аузымыз ашылып тұратын да, жаңағы иномаркаларды көріп ше, біз бәріміз Жигулимен жүретін кезде ше. Сондай да, и сол үшін Алматы бәрі орысша қала болған соң, русскоязычный болған соң, ол кездер вообще қатты орысша еді ғой. Сондықтан бәрі осы жердің аудиториясына нацеливаться етіп, бәрі содан қалып кеткен шығар деп ойлаймын. Бірақ қазіргі күнде бәрі наоборотынан өзгеріп кетті. Казахоязычный аудиторияның ақшасы қазір көп. Иә. Көп, өйткені көріп жүрміз, не істеп жатырмыз. Наоборот, нарыққа кіріп, жаңа продуктпен нарыққа кіріп, нарықты мойындатам деп, өзіңнің бір кусогыңды нарықтан жұлып қалам дейтін болсаң, наоборот, қазақша аудиториядан бастау керек ше. Жаңа бізді Bridgestone енді әлемдегі мынау японский номер 1 бренд та, шина саласы бойынша солардың компаниясымен реклама тұрғысынан сөйлесіп отырмыз да, маркетинг жүргізу бойынша. Айтамын да, міне қара, қазақ тіліндегі үлкен нарық қазір. Олар да біздің статистиканы көріп жатыр да, біздің продажаны көріп жатыр, маркетинг көріп, андар шоқ болып жатыр ғой. Осындай ма дейді. Әлі білмейді мысалы да. Ол қазір Түркиядан маркетолог келді, Дубайдан ана басшылары келді, солар бәрі келіп жаңа офисте кездескен кезде шынымен қазақ тілді аудитория қазір кәдімгідей күшейіп кеткен. Әрине. Оны мойындап, біреулер әлі мойындамай жатыр, құлап жатыр, бірақ мойындамай жатқандар. Кім қазақ тілімен жұмыс жасап жатыр, қазір көтеріліп жатыр, қарасаң брендтер ше. До конца мойындамай жүре берсін. Біз жұмыс істеп алып байбалайды. Иә. Сәкен бір қорытынды сұрақтардың бірі, алдағы уақытта аша берсек, негізі Сәкен екеуміз үнемі өстіп кездескеніміз әңгімеміз бітпей қала береді. Ана теманы ашамыз, мына темамыз, бұл бірінші бір бөлімі деп қарастырсақ та болады. Негізі алдағы уақытта егер мына видео жақсы қаралым жинап, көңілдеріңізден шығып жатса, Алла қаласа Сержан Мырзамен екінші сериясын түсірсек деген үміт бар. Алла қаласа Сәкен шақырып алып, жеткізіп алып. Енді ары қарай жоспарыңыз қандай қазір, Сәке? Жалпы қай жаққа қарай жүріп жатсыздар? Қай бағытқа қарай не істегіңіз келеді өзіңіздің? Енді жаңағы принцип ешқайда кеткен жоқ. Әр жыл қайталанбау керек деген. Әр жылда бір нәрсе 26-ға Алла қаласа жаңа кәсіп жақтан да бір үлкен пландарымыз бар, Құдай қаласа. Контент жақтан да пландарымыз бар. Қазіргі моментте, мысалға, Аллаға шүкір, осы жерге дейін қазір мысалға көп жауапкершілікті өзімізге алып алдық, детейлингті аштық, бүттік, не істедік. Именно қазір жаңағы көктемге дейін, Құдай қаласа, осының бәрін бір орнықтырып, аяғына тұрғызып, жүргізіп, реттеп, операционкасын туралап, любой енді ашылған сала, андай жаңағы енді ашылған бизнес, тем более егер ол
услуга предоставлять ететін бизнес болатын болса, в любом случае басында ол сүрінеді, недовольный клиенттер болады, қисық болады, анау болады, мынау болады. Соның бәрін қазір сол операционкадан күніге детейлетемін, күніге недем, соны реттеп жатырмын. Құдай қаласа ендігі жылға үлкен бір масштабный проекттер бар. Бүйтіп былай айтсақ бола ма? Автосервис, детейлинг, олар такой гештальттар ғой. Такой пацанский бизнестер ғой, айтқанда ше. Андай кішкентайынан бәрінің арманы ғой, автосервис, детейлингім болса екен. Ол мен де көбісі сияқты сондай жас баламыз ғой, жасымыз осынасын. Сол арманымды бір орындаған деймін ше. Там больше про увлечение, про душу дейді. Ақша көп емес уақытта. Енді құдай қаласа, енді жылға бір уже такой нормальный бір чисто коммерческий проектпен кіргім келіп жатыр да, где жақсы продукт, үлкен объем, үлкен масштаб, ну и само собой обороттар үлкен деген сияқты да, уже бір серьезный игроктардың қасына кіру деген ол да бір арман ғой. Что? Сол құдай қаласа, оны пока айтпай тұрсам бола ма? Әрине. Оны айтпайтын қажет емес, таңғалдырыңыз, нәтижесін көрсеткізіп. Бірақ біліп жүріңіздер, Алла қаласа, Сержан мырза келесі жылы бір үлкен жоба жасайын деп сол кезде айтасыздар, сіз айтып едің ғой деген сияқты. Осы ма деп несі бойынша. Сәке, көп рахмет. Шынымен сіздің жаңағы жалпы өзімді бүгін біраз әңгіме тыңдап ләззат алдым, біраз оқиға қызық, өйткені осындай энергия ғой, негізі беріледі ғой, бұрыннан келе жатқан. Өзіңіз бір қорытындылап жіберсек, не айта аласыз? Осындай жоба істейді, сізге қызығып жүргендер бар, осындай сіз сияқты жаңағыдай жеке бренд дамытқысы келетіндер бар, одан кейін жаңа осылай авто саласында жүргісі келіп жатқандар, соларға бір 2-3 кеңесіңіз? Кеңес беретіндей болмадым ау деймін, әлі кеңес бермей ақ қойын. Айтқым келіп жатқаны, бізде жаңа элит софт қымбат болып ше, қиналып жүрген кездер сіздердің подкасттарыңызды көретін тұғымын. Как раз сол периодта Руслан Берденов ағамыздың несі шықты ғой. Сен чи маған кайфанешь деген ше. Я реально кайфанул ше. Ананы көріп ше, кім біліпті сол кісінің орнында отырады деп ше. Оның бәрі не ғой, білмейсің ғой. Сол кезде бизнес ол сіздерді көп көретін тұғым. Қуаныш мырзаны көретін ем, не істейтін ем. Единственный айтқым келетіні, жігіттер, бастарыңды көтермей, ешкімге қарамай, алшақтамай, просто бір нәрсені сабырмен, тұрақтылықпен, сынбай істей беріңіз. Бір кезде өзі бір жерден бір көгеріп бастайды. Бостан босқа айтпайды, самый жаңағы распространенный фраза 90% бизнес бірінші жыл жабылып қалады деп ше. Ол бизнес жабылмайды, ол собственник сынып қалады ше. Сондықтан сынбаңыздар, істеңіздер, қолыңыздан не келеді, ұра беріңіздер, келмей ме үйреніп алыңыздар деген тема ғой. И оның бәрі тек қана сол. Бәрі оңай ғой, бізге дейін де мың айтылған ғой, кімнің де основатель деген кинодағының да сөзі бар ғой. Старый добрый упорство дейді ғой. Старый добрый. И он, то есть, ешқандай бір советте бір какой-то бір алтын кілт, там секретный ингредиент жоқ. Әркім өзінің жолын табады. Тек қана қол түсірмей істей беріңіздер. Мен әлі үйтіп айтатындай бір не емес шығарым деймін енді. Осының өзі әдем. Осымен әдем тамамдайық. Сіздерге рахмет. Маге рахмет шақырғандарыңызға, маған өтенде бір бәрібір мені біреу шақырған кезде сәл не в своей тарелке болып отырмын. Тем не менее, сіздерге үлкен рахмет, берекесін берсін, құдай қаласа. Общий бизнестеріміз жүре берсін. Алла қаласа. Жақсы достар, бүгін осымен тамамдайық. Сіздерге рахмет. Каналға жазылып алыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сержан мырза міндетті түрде оқиды, мен міндетті түрде оқимын. Бүгін қалай болды, не ұнады, қандай инсайт алдыңдар, не түсіндіңдер, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Біз міндетті түрде оны қарайтын боламыз. Рахмет, келесі шығарылымда көріскенше сау болыңыздар. Рахмет, сәке.